Күчөна былай көрсөттүм, былай зык ете кал болду. Өтө маңызды сәт. Ассаламу алейкум, сіздермен қайттан Әлішер Келгенбай және бүгін бізде ерекше күн, бізде соңғы товарищеский матч, жолдастық кездесу. Сол себепті жақсылап жайғасып алыңыздар. Керемет қызықты матчты бірге тамашалайық. Бүгін біз J-Liga деген поляға міне келдік. Сол себепті бүгін біз сонымен қатар осы лигада біз бір лигада ойнайтын жаңадан құрылған командаға қарсы ойнаймыз. Көрейік екі новый команда кім жеңетінін. Сол себепті бірге тамашалаңыздар, кеттік. Договорились? Играем в два свистка, какие-то моменты нам будет тяжело определять, но все равно играем до свистка. Окей? Все, выходим. Взрослый, братан. Начало? Мяч убирай. Можно сказать, у вас взрослый, у нас народ молодежь. Давайте, уркен, кишин. Я, спокойно, без этого. У вас перестрелка, у нас. Хорошо? Соперники позволяют, возраст позволяет. В любом случае, мяч потерял, ошибся, в любом случае успеем вернуться. Без пиханины, жігіттер, ұрсусыз, бірімізге рабочий подсказ. Жұмыста сөйлесесіңдер, адам басында подсказ бересіңдер. Сол сияқты через подсказ. Любой пас комментариймен. Один, открыт, еще вернуть. Жігіттер, бір-біріміз тыңдап білек, кел. Давай. Бір, екі, үш, алға! Корнер. Кто на поле, кто за полем. Бәрін көріңдер. Опасный моменттер бізде айдоста жақсы момент болды. Келсесіңдер, командный ойын ғой. Командамен. Ол қалай кетті? Простой пас. Один в один емес, дальний емес, разрез емес. Просто ближний адамға пас. Жақсы атақ, один в один. Просто вратарь жақсы ойнап болды. Айдос жақсы депті. Айдос кінә жоқ, вратарь просто қарсы. Жігіттер, енді қараңдар, бір момент вспомните. Сендер тығып атқанда алдыға один в один беріп атқан кезде хотя бы біреу жетіп или біреу артыға тепті ма? Мойындаңдаршы жігіттер. Не было такого? Мы играем за счет простого паса, у нас идет контроль, за счет простого паса мы подходим к воротам, мы бьем. Согласитесь? Да. И вы скажите, куда вы торопитесь? Жігіттер, артта защита, футбол, құлайғашық, бәрін жеп жатыр, бәрін үлгеріп жатыр. Төртеуі красавчик, төртеуі 200%-ке жұмыс істеп жатыр. Любой заброс, любой передача, оп, вратарь шыпсып кетті ар жақта. В натуре вратарьға бір удар болған жоқ. Ни одного удара. Защита отрабатывает. Зачем торопиться, жігіттер? Алдаңыз, аналар шалдар ғой жігіттер, мә. Сендердің мамдарың ғой ол. Күчөна былай көрсөттүм, былай зык ете кал болду. Сендер алып бүтөп, пас күтөп турсуңдар. Кара, міне допты алдың ба, бір орында атакующылар, бір орында турмаңдар, алдыға жүгүрө бериңдер, жарай ма? Бір орында қалай турасың, өйткені защиттар келіп үлгерет мынаяққан. Ал егер алдыға допты алып прямо кіретін болсаңыздар, шетіндегі жігіттер бровкада, в основном Макс бровкада ойнайтыр. Алдыға тапите. Доп бізде ма, мына жақта? Болды, крайға созғандар, линиямен тұрғандар болды. Через заброс кете ма, өтініш. Егер артында страховка болса, міне защитник тұрма, артында игрок тұрма, защитник страховка. Болды, алдамай-ақ қой. О кезде уже шетке барда заброс жаса, жарай ма? А если бір жалғыз өзі тұрса, базарық көре беріңдер. Болды, қазір пенальти заработаем. Давай, екінші тайм. Давайте, как минимум 2 гол, хорошо? 1, 2, 3, алға!
Ал, бисмилля, давай, ал, жеңіс құтты болсын, жігіттер, давай. Үлкен рахмет бүгін келіп, осы жаққа отбордан өткендеріңізге. В принципе, біз тренерский штабпен әлі игроктарды қараймыз, на рассмотрение жасаймыз. Бізде, получается, ертең ары күні қазір тағы отборлар жүрет. Егерде араларыңыздан жаңағындай бүгін дұрыс ойын жүрмеген жігіттер болатын болса, бәлкім осыдан 2 күннен кейін тағы товарняк жасайтын шығармыз, иншалла. Сол товарнякта тағы көреміз. Матч бойынша бәрі жақсы. 3-0, по-любому голдар чисто игровой матчтар, былай случайный голдар кірген жоқ. Сол себепті әрқайсыларыңызға үлкен алғысымды айтқым келеді. Әр жеңіс болсын осы клубтан кейін бір-біріміз көзімізге достойно қарай берейік. Келіңдер. Хорош, давай. Кетпа, давай. 1, 2, 3. Отбордың ішінен өткен, в общем, примерно 500-600 адамдай отборға қатысты жігіттер. Чисто қарапайым халық, бордан келген жігіттердің арасынан өздеріңіз суырылып шығып отырсыздар. И бүгін жақсылап отбор жасаймыз, как ойын түрінде өтеді. Отбор бізде әлі в силе деп айтайықшы. Сол үшін босаңсымаймыз. Сәттілік барлықтарға. Давайте, удачи. Біз ата алдын ала алсақ түк бітірмей жатқан жоқпыз. Біз доп шығарып жатыр. Мен хотя бы. Ал жігіттер, өте маңызды сәт. Дәл қазір біз 100% командаға өткен игроктарды айтамыз. Потом 50% өтіп тұр дегенді айтамыз. Потом өтпеген игроктарды өкінішке орай есімін атамаймыз. Өткен игроктарды атап кетейік, бисмилля деп. Так, ең бірінші бізде воротада Ерасыл, ортаға, давайте. Так, Ерасыл, бізге тағы да вратарьға біз не жасаймыз, отбор жасаймыз әлі. Бізге пока Ерасылдан басқа мықты вратарь кездескен жоқ. Кездессе, бәлкім біз 3 вратарь алатын шығармыз. Так что таныс вратарьларыңыз болса, ертеңнен бастап отборға келсін, жарай ма? Так, одан кейін бізде центральный защитниктардан басайық. Ең бірінші Зуля. Так, одан кейін бізде Арсен деген жігіт. Арсен бізде еще медийный 65 000 инстаграмда подписчик бар. Тикток бар қанша? Енді аштым. Инстаграмда 65 000 подписчик бар. В общем, автоэлектрик. Тегін реклама дейсің ба? Потом бізде кеше ғана келген, қателеспесем, бүгінде ойынын көрдік. Қуаныш деген защитник. Одан кейін бізде енді центральный защитниктар бетон болды, бірақ та бізде осы қыстан бері ойнап келе жатқан өзіміздің бауырымыз бар, Жасур деген.
қазір өшіре тұрсаңыз, Жасор негізінде біз алдында келгенде слабый составтармен ойнаған кезде өткен негізінде ше. Бірақ одан кейін травма алып қалды да, жаңағындай өзін әлі толықтай көрсете алмай жатқан жоқ. Сол үшін Жасорға как испытательный срок тренировкаларға қатысып, бұйырса өзіңіз опыт жинап, как раз енді артымызда тұрған игроктар, олар уже основной составта ойнайды. Сіз дополнительно біздің жанымызда тренировка жасап, былайша айтқанда артты сізге доверять етеміз, иә? Все, красавчик. Потом бізде правый защитник, бізде екі, ол біреусі Марго. Марго кеше соңғы товарняқта бірінші таймның 15 минутын алсақ, Марго вообще бізде отбордан да өтпей қалып еді негізінде. Сол үшін Марго давай күлу анау деген жоқ болсын, жай ма? Давай. Так, бізде екінші правый защитник, ол бізде Дастан дейтін жігіт. Ол бірақ қазір біздің бүкіл отборларға келіп, алдында товарняқта ойнады, өзін жақсы көрсетті. В принципе, андай болады ғой. Ананы бит жейік десең, сразу бірінші жүгіреді. Мысалда, футбольный качестводан бөлек. Так, анандай бір нәрсе ұйымдастыру керек десе, сразу мен деп тұрады. Мысалда, біз ондай игроктарды ценить етеміз жігіттер. И ол қазір данный момент той үйленіп жатыр Шымкентте. Сол себепті давай той құтты болсын деп. Кімге? Дастанға айтып қоясыз ба? Дастанды біз правый защитник көріп тұрмыз. Енді бізде правый полузащитник. Бізде Мақсат деген жігітті. Давай. Мақсат, товарищ матчтай гол соқтыңыз ба? Қайсысы? Вообще любой. Мақсат, хорош. Давай, Мақсатты универсал. Біздің Серхио Роберто деп айтады. Макс бізде пока полузащитник. Одан кейін бізде жігіттер центральный полузащитник. Біз Канте деп ат қойып қойдық. Бірақ та скоро бізде айтамыз. Бізде Айдос деген жігіттер. Одан кейін бізде енді біздің команданың жүрегі болып келе жатыр қазір. В общем, арттың бәрі сол жігітте. Сіздің Аблай дейтін, давайте. Аблай деген жігіт негізінде қазір тұрасыңызшы. Аблай екеміз осыдан 5 жыл бұрын Астанада Арлан деген командада отбор болып, сол жақта танысып, бірге сол жақта ойнап, араласып, одан кейін Аблай Алматыға қайттан көшіп кетті. Содан бері біз дұрыс араласқан жоқпыз, бірақ осы команда ашылып жатқанын естіп, қазір данный момент бізде Жерлиганың 2-ші лигасында Сигундада Арлан деген команда чемпион болды. Сол команданың тренері, еще игрогі. И қазір енді осы біздің проектті естіп, былайша айтқанда негізінде кәдімгідей үлкен гонорарға ойнайтын игрок, бірақ та біздің командаға былайша айтқан кезде за эмблему, за начинание, за халықтың командасы үшін келіп, бізде қазір артты налайып етіп, былайша айтқанда подсказын көрсетіп жатыр. Сол себепті Аблайға да еще раз давайте. Аблай бұйырса примерно осы команданың капитаны болайын деп тұрған сияқты. Одан кейін бізде енді давайте нападающий бірақ позиция. Нападающийға біз Жасикті шақырайық. Жасик алдыңғы ойындарда, алдыңғы товарищеский ойындарда қатты өзін көрсете алмады. Бірақ та осы соңғы кездері по ходу за счет тренировки, за счет келіп товарняқтан товарняқ ойнаған сайын опыт наработать еткен сияқты да. Бүгінде де мысалы қаншама пастар шығарып жатыр, мысалы ойын жасап жатыр. И соңғы товарняқты 3-0 өткен кезде осы Жасик ойынды жасап тастады, өзі көп моменттерді. Сол себепті біз де оны ценить етеміз. И бірде-бір товарняққа кешіп келмей, бірде-бір тренировкаға кешіп келген жоқ. И постоянно командамен. Сол себепті біз Жасикті прямой командаға бірден алып жатырмыз. Құтты болсын. Енді жігіттер, в принципе, бізде қазір тоже бағанағы составқа келейік. Араларыңызда жаңағындай жартылай өтіп тұр дейтін жігіттер бар. Ол жігіттерді айтатын болсақ, бізде ең бірінші Нұрмұхамед. Давайте жартылай өтіп тұрғандар, былай жаққа тұрмай. 50% өтіп тұр деген ғой. Мына жаққа тұрыңыздар, бөлек тұрыңыздар сіздер. Бөлек тұрамыз. Расул дейтін бүгін нападающий қаяқтан Расул. Хорош, мына жақта кет. 50% өтіп тұр дейтін бізде Санчо
Санчо я. Санчо бар, сосын бізде енді команданың еркесі, көп сөйлеп қалған Дәулет деген жігіт. Неге камераға жақсы ойнатады екен, камераға, кішкене актерсің, 50% дегендер. Сосын бізде Мұхтар деген жігіт. Мұхтар. Сосын қалған, жалпы енді бұл жігіттер 50% өтті деген полностью емес. Получается, командада уже басқаларға қарағанда былайша айтқанда бір қадам жақын деген сөз. Енді тағы бір жаңағы под вопросом деген жігіттердің атын бір оқып шығайық, Под вопросом Алишер, Бейбарыс, Азамат, Мұхаммед, Темірлан, Бексұлтан, Чина, Мирас, Макс Туранский, Мұхаммеджан, Нұрмұхаммед. И все, Азамат, Алишер. Қалғандар айтылды, олар Айтылды. болды. Құдай қаласа, келесі тренировкада біз полностью айтамыз. Сол товарня өткізгеннен кейін сол жерде шешім қабылдап айтамыз. Түрімізбен, давайте. Аллаға шүкір жігіттер, жалпы осы проект туралы қысқаша айтатын болсақ, бұл проект негізінде просто қарапайым балалардың халықтан ішінен жинауда. Команданың мақсаты қазақи команданы жинау, қазақша, былайша айтқанда қазақша сөйлейтін, қазақша ойлайтын, қазақты ойлайтын. Кейін мысалы чемпионат мираға біз барып жатқанда, вот осы видео міне бар, иншаллах. Ертең біз чемпионат мираға барған кезде осы видеоларды біз алып қоямыз осы жерден. Сол үшін сол кезде қазақ үшін до конца тапит ететін, былайша айтқан кезде андай ақсаусақ балалар керек емес. Дисциплинамен дұрыс болмаса, оның орнына басқа игроктар келіп отырады. Сол себепті сіздерге айтатыным, егерде где-то что-то именно в плане футбола жетіспей қалған шығарсыздар, тренировка жетіспей қалған шығар, бізде отбор күнде жалғасады жігіттер. Күнде келіп, өздеріңіздің мастерстволарыңызды шыңдап, былайша айтқан кезде келіп постоянно тренировка жасап жүрсеңіздер, бізде отбор постоянно жалғасып отырады. 6-шы турдан кейін бізде дозаявка деген болады. Біз келмей жүрген жаңағындай біздің командаға сәйкес келмеген жігіттерді біз орнына алмастырып отырамыз. По факту айтқан кезде. Жігіттер, тағы сұрақ бар ма? Қандай сұрақ? Бұйрабай, мақсат деген бала өтті ма мына бол? Я? Қайсысы? Өтті ма? Мақсат па, под вопросом деген айттық біз. Я? Осы балаға бір мүмкіндік бересіз бе, өзін көрсетіп үлгересіз. Бұл бала енді айттыңыз ғой, қысқаша тарихын айтып кетесіз. Бұл бала Тұран деген Шымкентте академияда ойнаған. Бұл бала даже сіз айтып отырсыз клуб, темекі, ондай түгел қарапайым қолданшы. Жақсы, өзін көрсетуге бір мүмкіндік беріңізші. Хорошо, енді мынандай жігіттер, біз лояльнымыз. Былайша айтқан кезде біз әділеттілікті жақсы көреміз. И біз бір адамнан ғана тұрмаймыз. Біз бүкіл команданың, мысалы, басшылық мүшесімен ақылдасамыз. Что там, кім қалай ойнап жатыр? Мысалы, енді ешкімнің бетіне не қылмай қойық. Макс, сіз товарнякта гол соқтыңыз ба? Соққан жоқсыз, бірақ нападение ойнадыңыз, Сіз всегда заменадан шықпай ойнайсыз почти, байқайсыз ба? Вот, пожалуйста, результат бар ма? Вот еркекше. Макс қайда? Макс бергенші мне. Правый полузащитник, пожалуйста. Анда-санда шығады, анда-санда ойнайды. Мысалы, гол соқтыңыз ба? Қанша гол соқтыңыз? Мен 3 гол соқты, пожалуйста. Разница бар ма екеуінің разницасы? Разница бар. Сол себепті жігіттер біз былайша айтқан кезде по факту кім результат көрсетеді, соны алып жатырмыз. Тек қана сіздерге сәттілік тілеймін. Хорошо? Все, давай жігіттер, давай. Кет, давай, общий. Ал достар, осымен выпусктың соңына келіп жетті. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Сол себепті егер контентіміз ұнап жатса, осындай халық командасына сіздердің қолдауларыңызға біз мұқтажбыз. Сол себепті подписаться етіп, лайк қойып, комментарий жазып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сіздермен халықтың командасы және де мұсылман қазақ Алишер Келгенбай.